несінен алды? Бізге қожа деген жігіт тарқалатып, сонау алыстан келіпті. Ал қожамен танысайық. Қожаның қазір бір кішігірім үзіндісін қояды, біз оны киносынан көргенде болармыз. Қарашылайықшы. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймыз. Күн тәртібінде мәселе біреу ал. Тәртіпті оқушы болу үшін қожаның не істеу керек? Ал, сөйле батыр. Отыр. Жаз. Не деп жазам? Жаз. Ертеңнен бастап бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өзі тиіссесе, қой де. Әйтпесе, көкекті танытамын де. Егер қоймаса ше, егер. Осымен бұл мәселе бітті. Екінші мәселеге көшейік. Ертеңнен бастап бірде-бір жаман сөз айтпайсың. Ақымақ, кеші, есуас секілді. Оның орнына бұның жарамайды, ұят болады, тәртіпсіздік деген сөздерді қолданасың. Егер тәртіпсіздік істесең, өзіңді жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Жақсы. Ал қожа қандай тілек айтамыз балаларға? Бүгінгі сабағында Құрметті келешек ұрпақ, менің сендерге айтарым бар. Менің өмірде тентектігім де, қателігім де көп болды. Бірақ солардың бәрі маған үлкен бір сабақ болды. Жақсы адам болу өте қиын, бірақ жаман адам болу өте тез. Бір қателіксің, сенің бүкіл өміріңді құрып беруі мүмкін. Мен де бұрында тентек, қатыгез, төбелескіш болғам. Қожаның фильмін көру арқылы мен сол қателіктерімді түзеп, жақсы адам болдым. Жақсы, оқушылар. Мектеп қойып. Аңғарай сабақты жалғастыру үшін іске сәт қожа ағаларыңа үлкен рахмет.